Барыңызға сәлем достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге жұмыртқадан дайындауға болатын екі түрлі таңғы асты көрсетемін. Ең біріншісі бұл омлет, екіншісі яйцо пашот, яғни жұмыртқадан жасалған пашот. Омлетті дайындау үшін бізге 4 жұмыртқа қажет. Оған дәміне қарай тұз саламыз. Кішкене ғана көз мөлшермен сүт құямыз. Шамамен 5 ас қасықтай сүт құйдық. Жақсылап шанышқымен араластырамыз. Енді табаны қызып тұрған табаға сұйық май құямыз. Аз ғана құйсаңыздар жеткілікті. Осыған жаңағы тұзбен араласқан жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне әртүрлі өзіңіздің қалауыңызша салманы салуға болады. Мен ірімшік саламын, қызанақ және де колбаса саламын. Тіпті ешқандай да салмасын салмай-ақ осылай жаңағы жұмыртқаны қуырсаңыз да, ол да омлет болады, ол да дәмді болып шығады. Бірақ маған салмасын салған ұнайды, өйткені өте тойымды. Оттың асты орташа болып жанып тұр. Қақпағын жабамыз. Бірнеше минуттай, шамамен 4-5 минуттай пісіреміз. Толықтай жұмыртқа піскенше пісіреміз. Енді осы омлетті ақырындап мен рулет құсатып ораймын. Бұлай жасау міндетті емес, бірақ осылай маған әдемі болып көрінеді. Өздің омлет дайын, үстіне кетчуппен, майонезбен, әртүрлі соуспен берсеңіз болады. Келесі тағам яйцо пашот дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның бір данасын алып, кесеге жарып саламыз. Мына жерде кішкентай кастрөлде менде су қайнап жатыр. Соған қасықты алып, осылай араластырамыз. Ортасына біз орысша айтқанда воронка жасауымыз керек. Осы воронканың ортасына қазір жұмыртқаны саласыздар. Сол кезде жұмыртқа өзі дөңгелек болып, бір-біріне жиналып, жақсы болып піседі. Келесі яйцо пашотты дайындау үшін де бөлек-бөлек жаңағыдай бір данадан кесеге жарып саламыз. Тағы да осылай воронка жасап пісіріп аламыз. Қайнап жатырған су басқа ішінде артық нәрсе жоқ. Шамамен 4 минуттай пісіреміз. Маған 4 минут пісірген ұнайды. Егер сіздер қатты шикі болғанын қаламасаңыз, онда 5 минут пісірсеңіздер болады. Осылай сүзіп аламыз. Мен арнайы жаңағы тосттың үстіне салып беремін. Осылай помидор қосылған тосттың үстіне салып бердім. Мінекей біздің омлет те дайын, яйцо пашот та дайын, керемет болып шықты. Менің осы жұмыртқадан дайындалатын ең сүйікті таңғы астарының бірі осы яйцо пашот пен омлет. Мінекей енді сіздер де жасай аласыздар. Жасап, инстаграмға фото отчет жіберсеңіздер болады. Менің инстаграм каналымды төменге жазып қоямын. Міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат. Достар, менің каналыма тіркелген соң, мына жерде қоңыраушаның суреті бар, колокольчик, соны басып, все дегенді таңдаңыздар. Сол кезде мен әрбір салған рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Және де жоғарыда плейлист деген бөлім бар. Егер соны бассаңыздар, бұл жерде ыстық тағамдар, тәтті тағамдар, таңғы ас, екінші тағамдар, салаттар, сорпа барлығы тақырыпшаларға бөлініп жасалған. Міндетті түрде егер қандай да бір рецепті іздейтін болсаңыз, осы плейлисттен оп-оңай таба аласыз. Барлығыңызға сәттілік тілеймін.